Айнұр Тұрсынбаева түпсана. Түпсана деген не? Мен психологиямен тереңірек таныса бастаған сәтте сөзі де, өзі де рас Алламнан алшақтамай білім алуға ниет еттім. Жаратқанның білім іздегеннің жағында екенде білемін. Бірақ білімде ұлт болмайтындықтан әлемнің әр түкпіріндегі ғалымдар тапқан ғылыми жаңалық менің ислами түсінігіммен ұштасатынына ұқыпты қарауға тырыстым. Алланың елшісі бір хадисінде мен үшін ғибадаттың артықшылығынан гөрі білімнің артықшылығы сүйіктірек. Діндеріңнің ең қайырлысы тақуалық деген. Алла тағала Раббым, білімімді арттыр деп айт дейді. Сондықтан өзім көп білімнің ішінен екшеп алған, дінім рұқсат беретін әрі қазақи менталитетке сай саралап алған білімімді өздеріңізбен бөліскім келеді, сауатты оқырманым. Орайы келгенде ескерте кетсем, бүгінде білім қуып, білгенін үйретіп жүрген көптеген психолог, коучтарға қаратыла айтылатын сындардың бірі Аллаға серік қоспау, менің үйренер білімнен жоғары тұрған міндетімнің бірі деп білемін. Алдымен түпсана деген не деген сауалға жауап іздейік. Бұрынғы психологиялық қазақ тілді кітаптардың басым бөлігінде түпсана бейсана ретінде оқытылып келді. Әзірде көп психологтар осы терминді қолданады. Яғни сознание сана болса, подсознание бейсана немесе түпкі сана деп айтылады. Қазақы түсінікті тілде түпсана деген түсініктірек. Көптеген психологтар біздің жүріс-тұрысымыз, әдеттеріміз, жалпы өмір сүру салтымыздың 90% түпсана дейді. Тек 10% сананың еркінде дейді. Американдық психолог, философ Уильям Джеймс сіздің түпсанаңызды әлемді аударып жіберетіндей керемет күш жасырынып жатыр дейді. Яғни түсінген адамға түпсанасын бағындыра алған адам өз өмірінде өзгерте алады деген сөз. Көп ғылыми еңбектерде түпсана адам ағзасының өмірлік өте маңызды функцияларын басқарады, әрі бақылай алатынын айтады. Қан айналым жүйесінен бастап, тыныс алуы, тіпті ас қорыту мүшелерін де түпсана арқылы басқара алады, дейді Джон Кэхо өзінің әйгілі «Подсознание может все» кітабында. Сондай-ақ адамның түпсанасына адамның дүниеге келген сәтінен бастап, балалық шағы, жастық шағы, күллі ғұмырының әрбір сәті жазылады. Тіпті онда өміріміздің әрбір сәті, ойымызбен, сезімімізбен байланысты әр кезеңі жіпке тізгендей жазылған. Ал оның тілін түйсігіміз, ішкі сезіміміз кейде түс арқылы түсіне алады екенбіз. Түпсананы қалай тыңдаймыз деген сауалға кеңірек тоқтала кетсем. Адам қандай да бір шешім қабылдарда екі қабілетіне жүгінеді. Біріншісі ақыл, екіншісі жан. Әрине, жаныңыздың дауысын ести алсаңыз қателеспес едіңіз. Бірақ жанның дауысын көп жағдайда естімейміз. Ал ақылға үнемі жүгінеміз. Ақылдың айтқаны санаңыздың бағыты. Жанның дауысы тым нәзік. Оны есту үшін миыңыз тынышталу тиіс. Бірақ біздің басымыздағы сан дауыс, миымыздағы секунд сайын сабылып жатқан сан түрлі ой, ол дауысты естіртпей жатады. Түсінікті тілде таратып айтайын. Мәселен, сіз бір адаммен маңызды кездесуде отырсыз делік. Бірақ сол кездесу барысында сіз тек екеуара келісімді ғана ойлап отырмайтыныңыз анық қой. Мысалы, оқуға кеткен балаңыздың түскі тамағын әзірлеп кетуім керек еді деп ойлап үлгергеніңізше, осы кеше азық-түлік алғанда ақшаны қолма-қол төлеп едім, әлде картамен төледім бе деп есіңізге түсіре бастайсыз. Карта демекші, кредит төлейтін күн ертең, бүгін төлеп тастайын деп ойлап болғаныңызша, сөйлесіп отырған қарсы алдыңыздағы адамның көйлегіне көзіңіз түсіп кетеді. Әдемі екен, менің анау бір жасыл көйлегіме ұқсайды екен деп ойлап үлгересіз. Қараңызшы, бір адаммен сөйлесіп отырған адамның ойына оралған сан ойдың бір бөлігін ғана мысалға келтіріп отырмыз. Яғни, адамның миына сан ой кіріп шығып жатады. Сонда адам сол ойдың қайсысын шешім деп қабылдауы мүмкін? Әрине, әдетте ақылымызға жүгінеміз. Ақылдың дауысымен қабаттаса шығып жатқан жанның еміс-еміс
естілген үнін көбіміз естімей қаламыз. Енді біріміз мүлдем ести алмаймыз. Мысалға, бір келіншек бала көтеріп қалды делік. Егер ол келіншектің жаны қаламаса, аяғы ауырламас еді. Ол бала келіншектің 7-ші немесе 8-ші сәбиі болуы мүмкін. Сонда ақыл айта бастайды. Сенің есің дұрыс па? Үйің жоқ, жалдамалы пәтерде тұрасың, бәрін қалай асыраймын деп отырсың деп жасанды түсік жасатуға үгіттей бастайды. Жанының қалауын ақылы жаншып жатыр. Мен мысалы, баламды неге туып алдым екен деп өкінген бірде-бір әйелді көрген жоқпын. Ал түсік жасатқаныма өкінемін деген өкінішті жиі естиміз. Ол әйел түсік жасатпай тұрып маңайындағылармен кеңеседі. Олардың да ақылына жүгіну арқылы кеңес береді. Ал жаны жараланған әйел біразға дейін өзін кешіре алмай, жанын емдей алмай жүргені. Ештеңе бекерден бекер болмайды. Бойға бала бітті деген сөз Алла тағала жан берді деген сөз. Ал біз жаратқанның қалауына қарсы болып, ақыл мен жанның дауысы қатар шыққанда ақылды тыңдаймыз. Сонымен адам миына келген қарбалас ойдың қайсысы жанның, ал қайсысы ақылдың қалауы екенін қалай ажыратамыз? Ол үшін медитацияға көмекке келеді. Миыңызды тыныштандыру арқылы жаныңыздың үнін ести аласыз. Бұл туралы тереңірек тоқталамын. Мына жайтты ескеруіміз керек. Адам миы ешқашан ұйықтамайды екен. Тіпті біз ұйқыға кеткенде де миымыз таппай толассыз жұмыс істеп тұрады. Ғалымдар күндізгі уақыттан гөрі түн кезінде мидың жұмыс істеу жиілігі артатынын алға тартады. Кейде жұмыс істемесек те тау қопарып, тас ойғандай күй кешіп шаршап жүретініміздің себебі осы. Сондықтан миды демалдырып тұру керек. Медитациямен демалады. Спортта, жаяу жүру, жүгіру де миымызды басқа ойға алдарқату арқылы тынықтырып алудың бір тәсілі екен. Адам қандай да бір өзгерісті немесе қауіпті алдын ала біліп тұрса, болмаса бір адамдарға қатысты пікір айтса, ішім сезіп тұр деп жатады. Немесе көкірегім сайрап тұр дейді. Ішкі дүнием жаным сезіп тұр дегені. Сондай-ақ түйсігім алдамайды деп жатады. Интуициямызды тыңдадым деген сөзді де бизнесте жүрген кісілерден жиі естимін. Сонда осы түйсік деп жүргеніміз түпсана ма? Джон Кеха өзінің «Подсознание может все» еңбегінде интуицияға қатысты былай дейді. Елестетіңізші, өзіңіздің өте сенімді, қауіпсіз сезіне алуға мүмкіндік беретін серігіңіз бар. Ол серігіңіз сіздің бар мәселеңіздің шешуін білетін, қажеттіліктеріңізді қанағаттандыра алатын, сізге қажет мүмкіндіктерге қол жеткізудің жолын көрсете алатын және қай кезде болмасын қасыңыздан табыла қояды. Расында да кез келген адамда осындай серік бар. Ол сенімді серік сіздің ішіңізде, ол интуиция деп аталады. Түпсананы тереңірек зерттеген ғалымдардың пікірінше, адамның түс көрген кезі мен оянған сәтінің арасы, яғни ояна салған кезі бірақ әлі түсі мен өңін ажырата алмай жатқан ұйқылы ояу сәті, шығармашылық пен үлкен жаңалықтардың ашылу үшін таптырмайтын мүмкіндік екен. Көптеген суретшілер мен композиторларды дәл осындай уақытта дүниеге келген шығармалардың сәтті шыққанын айтады. Мен үнемі айтып жүрген альфа жағдай осы. Ұйқыға кетер алдындағы сәт те осыған кіреді. Адамдардың тілегін айтып үлгеретін немесе аффирмация айтуға осы сәт керемет уақыт. Түпсананы тазалау. Лас судың үстіне таза су ағызса ғана тазаланады. Мен үнемі онлайн сабақтарымда бұл айтқанымды көрсетіп те жүремін. Өзіңнің стақандағы қара шәйге краннан таза су ағызсаңыз, біраз уақыттан соң суыңыз ақ түске айналып тазалана бастайды ғой, солай ма? Түпсананы дәл солай тазалау керек. Осы күнге дейін өзіңізге қарыз, кредит, баламен, енеңізбен, күйеуіңізбен дұрыс болмаған қарым-қатынасты магнитше тартқан түпсанаңызды қайта программалап алуға болады. Түбегейлі өзгерте аласыз. Айналып келгенде сенім ол. Жазады, шығарады, сенім барып жасайды. Одан кейін керекті нәрсеңді өндірудің керек. Тазалау процесі кешенді жүреді. Ойың, сөзің дұрыс болу керек. Ой, сөз дүниедегі ең қиын жұмыс.
Бірақ оны істей алса, қалауыңыздан қар жанатын кез содан басталады. Түпсананы тазалау компьютердің өшіріліп қайта қосылған секілді кез келген тілегіңізді жаза қоятын аппақ қағазды басып шығарумен бірдей. Өйткені тазалау процесі түпсанаңызға жылдар бойы шегеленіп қалған негативті сәттерді, сол сәттерге байланысты туындаған көңіл күйіңізді тұтастай сыртқа шығарады. Ауру сезімі, қорқыныш, реніш, өкпе – бұл сезімдер адамның өмір сүруіне қиындық тудырып қана қоймай, оның дамуына да кедергі келтіреді. Мұндай негативті эмоциялар адамның энергетикасын бұзады, тіпті созылмалы аурудың туындауына себепші болады. Ал мұндай ұзақ жылға өкпе реніштен арылудың жолдарын жеке-жеке келесі бөлімдерде жазамын. Ауырлықтан құтылудың ең бірінші жолы күллі психолог мамандар ұсынып жүрген медитация жасау тәсілі. Ғаламторда сан түрлі медитациялар бар. Өзіңізге ыңғайлысын тауып құлаққаппен тыңдау арқылы медитация жасаңыз. Әрине, алғашқы кезде құлағыңыздағы әуен басқа жақта, ойыңыз сол күні істеген тірліктеріңіз туралы ойлап, шашырап кету әбден мүмкін. Бірақ жиі медитация жасау арқылы жаныңыз, миыңыз тынышталып, күнделікті әдетіңізге айнала бастайды. Адам миы күні-түні тыным таппай жұмыс істейді. Алдымен түсініп алайық. Адамның түпсанасы еске сақтау орны ғана емес, алып мұқит түсінді шегі жоқ әлем. Қарапайым тілде түсіндірсем, эмоция, әркімнен қалған көңіл де, мына кісі маған көмектеседі-ау деген дәмеңізбен оның орындалмай қалған өкпесі де сақталатын орын. Айтылмай қалған реніш, орындалмай қалған арман, 5 жасыңызда қорқып қалған қорқынышыңыз, өзіңізді қырық қылып алмай, әркімге алаңдаған уайымыңыз да осында. Түрлі жаман жақсылы әдеттеріңіз, уайымыңыз, қайғыңыз, көңілсіз сәттеріңіз өтіп кеткен жоқ. Осында сақталып тұр, оны шығарып тастау керек. Мұнда бұл эмоциялар энергия түрінде сақталып тұрады, дейді кейбір ғалымдар. Кейбір адамдар бір сәтінің бұрын болғанын айтып, қайталанып тұрғанына таңғалып жатады. Ғылыми тілде мұны дежавю дейміз, немесе мен де ұшақпен ұшудан, суға жүзуден фобия деп жатады. Ал шын мәнінде ол балалық шақтағы түпсанадағы қалып қойған қалдық энергия деп түсіндіреді кейбір ғалымдар. Өткен шағымда ұшақпен байланысты ешқандай қорқынышым болмаған, ұшақ түгілі пойызға отырып көрмегенмін деп шыр-пыр болатындар бар. Сондай-ақ ұшаққа бірде-бір рет отырып көрмеген адам өз-өзінен ұшаққа отырудан қорқып жүреді. Ал ол адамның түпсанасына терең зерттеу жүргізу арқылы ұшақтан емес, биіктіктен қорқатын анықтауға болады. Немесе судан қорқатын адамның түпсанасында бала күнінде суға кетіп қайтыс болған басқа адам туралы естіген әңгімесі сақталып тұруы әбден мүмкін. Сондықтан әр адамның қорқыныштан арылуы, түпсанасын тазалау тетігі де тек сол адамның көмегімен табылады. Түпсананы тазалау арқылы баюға, кез келген қалауыңызды жасауға болады. Мүмкін емес нәрсе жоқ. Австралиялық оратор, 2 қол-аяғы жоқ болса да, үлкен меценат Ник Уичтің «Жизнь без границ» атты еңбегінің атауындай өміріне қараңыз. Ол медициналық тұрғыдан шектелген мүмкіндігінің шексіз шекарасын ашып алған. 4 баласы, әдемі әйелі бар. Оның аяғы мен қолының жоқтығы суда еркін жүзуіне де кедергі келтіре алмағанына қарап таңғаласың. Былтыр Ник Уичич Алматыға келді. Сонда өзі елдің алдына шыққан үстелдің үстіне тұрып, мен мына үстелден жерге секіремін десем, сен не істер ме? Деп залға қарап сұрақ қойды. Мен секіретіндігіне сенімді болдым. Оның қол-аяғының жоқтығын, сахнаға көмекшілерінің көмектесіп әкелгенін бір сәтке де ұмытып қалдым. Неге дейсіз бе? Өйткені оның мүмкін еместігі, мүмкін қылған қажыр қайраты мені сендірді. Бірақ Ник, жоқ секірмеймін, менің қол-аяғым сынып қалса қайтем, деп залдағы көрермендерді күлдіртті. Инстаграмдағы парақшасына қарап отырсам үнемі көңілді жүреді. Бір еңбегінде ашулансам бірден әзілдей бастаймын деп жазыпты. Яғни көңіл күйін жылдам түзей қояды екен. Бірде құжатыма ұзақ үңілген американдық қауіпсіздік бөлімінің қызметкеріне
Саусақ іздеріне мәселе бар ма деп сұрағаным бар дейді. Яғни аяқ-қолының жоқтығын мәселе қылмай, әзілге айналдырып көңілді жүреді. Сондықтан 12 мүшесі түгел болмаса да, езуі жиылмайтын азаматтан үлгі алып таңдау жасаңыз. Мәселеңізді айтып жыланып жүрсіз бе? Әлде өмір керемет деп жадырап жүресіз бе? Таңдау сіздікі. Вадим Зеланд айтады, көріп келге, балшыға барма, өз өміріңді өзің болжап ал, өз болашағыңды өзің жаса деп. Ендеше мен сізге өз өміріңізді әдемі қылып өзіңіз өзгерте аласыз десем сенсеңіз абзал. Әрине, алдымен Алладан сұраңыз. Одан кейін әрекет қылыңыз. Алла елшісі оған Алланың игілімен сәлем болсын, ақиқатында рабылардың ұят иесі және жомарт пендесі өзіне екі қолын көтеріп дұға қылғанда ештеңесіз қайтарудан ұялады деген. Ал біз не істейміз? Сұрамай-ақ алдымен тон пішіп алғымыз кеп тұрады. Ал Алла өзінен сұрамаған жанға ашуланады екен. Түпсананы қалай тыңдаймыз, әлде қалай сеземіз деп сұрап жатады. Түпсананы тыңдай алмайсың. Түпсанадағы ой жазған кезде шығады. Жазу өте маңызды дейтініміз содан. Түпсананы қаза бастағанда адамдар ашуланшақ бола бастайды. Оның себебі бар. Өйткені түпсанаңыздағы жара қаза бастағанда ол ауырсыну белгілерін береді. Ол жарада сіздің уайымыңыз, қорқынышыңыз, мұңыңыз бар. Ауырмағанда қайтеді? Ауру сезімі дегенде миым ауырады екен деп ойламаңыз. Жаныңыз ауырып, мазасыздануыңыз мүмкін. Нейрохирургтардың адам миына наркоз салмай ота жасайтынын оқығанмын. Өйткені адам миында ауру сезімін білдіретін рецепторлар болмайды екен. Сондай сезім тек ми қабыршағы мен қан тамырларында болады. Сондықтан біздің басымызға ауырғанда миымыз емес, оның айналасындағы ұлпалары ауыратын көрінеді. Адам миы әлі талай ғылыми зерттеулерді қажет ететін орган. Оның тамаша мүмкіндіктерінің біз бір бөлігін де біле бермейміз. Мәселен, ғашық болған адамның миын МРТ аппаратына түсіріп көрген ғалымдар мидың рахаттану сезіміне жауапты бөлігі белсенді жұмыс істей бастаған. Аппарат кескінінде адамға жағымды сезім тудыратын дофамин нейромедиатор гормондарының орнының ашық түсі білінген көрінеді. Ал мидағы жағымды толқын, яғни сіздің керемет көңіл күйіңіз сізге тек жағымды жағдайларды шақырып отырады екен. Сондықтан көңіл күйді, эмоцияны басқара алу да маңызды. Бұл туралы келесі тақырыптарда таратып айтамын. Қорқыныштан арылу. Мен өте қорқақ бала болып өстім. Мектепті бітіретін жылы Семейге Серік Қалиев ағаймен айтысқа бардым. Пойызбен, әрине плацкартпен. Қапталдағы төсектен үстіңгі қабатта ары-бері өтіп жатқан жұртты бақылап жатқанмын. Бір кезде төменгі қабатта сыра ішіп отырған екі еркек ерегісіп қалды. Айқайласып арасында жаман сөздерде кетіп жатыр. Төбелес басталып кетті де біреу қолына пышақ алды. Пышақты сермеген сайын қолы мен жаққа кетіп қала берді. Қорыққанымнан ұстазымды іздей бастадым. Ағай деп айғайлайын десем, тілім таңдайыма жабысып қалған. Бір кезде аяқтарының сіңірлері тартыла бастады. Сонымен жолсеріктер келіп бұзықтарды тыныштандырды. Бірақ әлгі қорқыныш сезімі менде қалып қойды. Біреу ала көзімен қарай бастаса тілім таңдайыма жабысып, жүрегім тарсылдайды. Айдаладағы әйел мен күйеуінің дауыс шығарып ұрысқанын көрсем де сол. Осылайша қорқынышты арқалап өте көп жыл жүрдім. Үнемі біреу мені пышақтап кететіндей халде жүретімін. Психология алғаш келгенде бірінші осы қорқыныштан құтылуды ойладым. Психологтың көмегімен есіме түскені мынау болды. Шамамен 7-8 жас. Апам Ақсуаттағы аудандық ауруханаға түсті. Бір күні апамды сағынып ауруханаға келдім. Коридорда күтіп отыр едім. Кушеткамен қаңсыраған бір адамды алып келе жатты. Тамағы осылған, бірақ тірі, ес-түссіз. Менің дәл жанымнан өтіп бара жатқан кезде қорыққаннан орындықтың астына кіріп кеттім-ау деймін. Нақты есімде жоқ. Сәлден кейін апам шыққан кезде бісміллә, бісміллә деп таңдайымды басты.
Аллаға шүкір, өз-өзіммен жұмыс жасап жүріп осы қорқыныштардан құтылдым. Қорқыныштың бір жаман жері миға тыныштық бермейді, сенімді азайтады, сабырды таусады. Сондықтан қорқып, жылап, сықтап жүре бермеңіз. Тоқтатыңыз. Тоқтату дегеніңіз сол қорқыныштан арылу. Қазіргі кезде не болса содан қорқатын заман болды. Үйленгендер бала сүйе алмай қаламын ба деп қорқады. Бала сүйгендер қалай өсіріп жеткіземін деп қорқады. Бала үйде көп отырып қалса жалқау боп кете ме деп қорқасың. Далада көп жүрсе бірдемеге ұрынама деп қорқасың. Мектеп бітірсе оқуға түсіре алмай қаламын ба деп қорқасың. Оқуға түсе шығып қаламы деп қорқасың. Оқу бітіргендер жұмыс таба алмайын ба деп қорқады. Жұмысқа тұрғандар қысқартуға ілінем бе деп қорқады. Байлар ұрылардан қорқады, кедейлер болашағынан қорқады. Ұлы барлар қандай келін жолығады деп қорқады, қызы барлар отырып қаламы деп қорқады. Баласын үйлендіргендер ажырасып кете ме деп қорқады, қыз ұзатқандар қайтып келе ме деп қорқады. Біреулер келіннен қорқады, біреулер өлімнен қорқады. Біреулер Құдайдан қорқады, біреулер Қытайдан қорқады. Уайымсыз адам жоқ. Ең дұрысы бәрін бір Аллаға тапсырып, бүгінге күнге шүкіршілік айтып өмір сүру. Бірақ біз әлгіндей қорқыныштарымыз арқылы тағдырымызды сол қорқынышпен өріп, өз қолымызбен жасап жатқанымызды білеміз бе? Бір келіншек келді. Педофилдерден жаман қорқамын дейді. Сол тұста бір қалада маньяк шығып, елдің бәрінің зәресін алып, жаңалықтар жарыса жазып жатқан кез еді. Өзі осы оқиғамен байланыстырады. Әлгі педофилді қала болып іздеді. Қаршадай баланы зорлап өлтіріп тастаған. Содан бері осы қорқыныш пайда болды дейді. Қорқыныш ол кезде пайда болған жоқ, есіңізге түсіріңіз. 3 сағат қорқатын болсаң, демек ол саған берілген белгі. Есіңізге түсіріңіз де жазыңыз дедім. Есіме нені түсіремін, менің бала кезімде мұндай жағдай болмаған деді. Сонда да жазыңыз дедім. 2 күннен соң есіме түсті деп тұр. Кішкене күнімде әжем мені көршіге қалдырып кетті. Сол кезде көршідің баласы денемді сипалап, менің есім шықты. Содан қорыққаннан ол мені өліп қалды деп ойласын деп үндемей жаттым деген ол. Бұл жағдайды қорыққаннан ешкімге айтпаған. Жазып отырғанда есіне түсіпті. Енді не істеймін деді. Есіңізге түскенде қандай сезім болды? Десем жыладым дейді. Яғни бойында 20 бәленбай жылғы өксік тұрған. Осыдан кейін таңертең оянғанда бұрынғыдай ештеңеден қорқып тұрмайтынын айтты. Тағы бір кез қыз келді сабағыма. Ол қыз судан қорқады екен. Жігіт екеуі ойнап тұрғанда суға итеріп жіберген. Өзі қорқыныш судан басталды деп қояды. Бірақ анасынан келіп сұрағанда 2 жасыңда бассейнге батып кеткен едің деген. Қараңыз, түпсанасы 2 жаста қорқынышын алдынан шығарып тұр. Медитация жасады, қорқынышынан арылды. Кейін өмірімде бірінші рет қорықпай ваннаға түстім деді. Қорқынышқа қатысты мысалдар тым көп. Ақтөбеден бір апай келді. Көлікпен жүруден қорқады. Көлікке мінсем зәре құтым қашады. Бұл қорқыныштан қалай құтылсам болады дейді. Тағы да ол кісінің өз болжамы бойынша 25 жасында көлік апаты болған. Содан бері қорқамын дейді. Тіпті баласы көлікке отырса да мазасы қашады екен. Сіздікі бала кездегі қорқыныш кейін пайда болған жоқ. Сол қорқынышыңыздың оянып отырады деп едім, артынан өз есіне түсірді. Ең бірінші көлік дегенді қайда көрдіңіз? Десек есік алдына КамАЗ басып кете жаздаған дейді. Ол кісінің де қорқынышымен жұмыс істедік. Таяуда көлік рөліне өзі отырғанын айтып хат жазды. Иттен қорқамын дейтіндер болады. Ит қорған жерге өш дегендей, дәл осы иттен қорқатын адамдар қабаған ит кездеседі тұрады. Өйткені ол сол қорқынышты үреймен өзі шақырып отыратынын білмейді. Бұл психологиялық қорқынышыңды жеңуге болады. Негізгі басым бөлігінде қорқыныштың түбі өлімнен қорқу ғой. Кейде бала көтере алмаудың да түпкі себептерін анықтау кезінде астарынан депрессиялық қорқынышты табуға болады. Мәселен, өліп қалам ба деген сынды үрейге берілу немесе денсаулығына алаңдау деген сияқты. Негізінде терең қорқыныштарымен психотерапевттер жұмыс істеу керек. Қорқыныштың көбі 3 жас пен 12 жас аралығында болады екен. Яғни осы бала күнде қараңғыдан, жалғыз қалудан қорқатын балалар өсе келе бұл қорқыныштарын жеңіп кетеді.
Демек, 15 жасқа дейінгі қорқыныштардың тамырын тапқан кезде 60-70%-ға дейін азая береді. Негізі жалғыз қалудан, қараңғыдан үлкен адам қорықпайды ғой. Оның қазір сезіп жүрген қорқынышы ішіндегі кішкентай кездегі бала қорқынышы. Мәселен, өз басым иттен қорқатынмын. Кейін анықтаса мені 4 жасымда ит талаған екен. Осы қорқыныштың салдарынан бойымда үрей қалыпты. Міне, осыны естіп қайта сезінгенде қорқыныш кетіп қалды. Негізінде бала кезіндегі қорқыныштар ұмытылмайды, бірақ одан арылуға болады. Кейде адамдар қорқып кеттім дейді ғой, олай емес. Ол қорқып кеткен жоқ, тек санасында қалып қойған қорқынышы оянып кетеді. Ал себебін тапқан кезде ол үрейі азаяды. Мұндай жайттар тәжірибемде көп болды. Тағы қайталап айтамын, қорқынышты жазамыз, өртейміз, тағы жазамыз, өртейміз. Осы әдетті қалыптастыра отырып, қорқыныштан түбегейлі құтылып кетуге болады. Әрине, бастапқы кезде қорқынышыңнан құтылғандай боласың, бірақ біраз уақыттан соң қайта білінеді. Ал адам қолына қалам алған кезде миында жоқ нәрсені жаза алмайды. Өз өмірбаяныңыздағы нәрсені жазады. Жазды ма? Түп санасында бар деген сөз. Тағы бір техника бар. Шыңызды 8 санына суретін салғандай қолыңызбен сипау арқылы да үрейді ұмыттыруға болады екен. Бұл туралы маған ресейлік психотерапевт айтқан болатын. Өйткені адам қорыққан кезде өзгеріс іште сезіледі екен. Яғни іште жайсыздық туындайды. Сондықтан түйілген нәрсені жаңағыдай әдіспен шешіп жүру керек. Адам Алла тағаланы еске алумен жүрегін тыныштандырса, миын медитациямен тыныштандырады. Негізі адам бір мәселесін шешу үшін басындағы қажетсіз ойларды ойлай бергенде ми шаршайды. Кешке дейін жүре берсе аяғы шаршайды. Қолын қимылдата берсе қолы шаршайды емес пе? Сондықтан ми шаршаған кезде де оны демалту үшін медитация жасау керек. Мәселен, миды демалдырып тұру деген медитация бар. Ұйықтап жатса да демалмайтындар адам болады. Негізі ғалымдар адам миы ұйықтаған кезде дамылдамайды деп жатады. Бірақ ұшы-қиыры жоқ, ойынның шегіне жете алмай, ойын оң жаққа сансырап жүргендердікі жылдам шаршайды. Ұйықтап жатсам да бәрін біліп жатамын дейтіндер болады. Оны біз сергектік деп айтамыз. Бірақ бұл олардың миы демалмайды деген сөз. Жайсыз ұйықтадым деп жататындары сондықтан, яғни ми демалғанда адамның тұла бойы демалады. Аяқ қол емес, ми демалғанда адам жақсы тынығып тұрады. Кейде 10 минуттық ұйқымен де шаршауды басуға болады. Адам миын үнемі демалдырып тұрса, кез келген сұрағының жауабын өзінен табады. Сұрақ өзіңнің ішінен шығып тұр ғой, жауабы да ішіңнен шығады. Қандай да бір телефон сатып алсақ, ішін ақтарып, төңкеріп зерттейміз ғой. Немесе бағасы қымбат көйлек алсақ та, оның бағасы не себепті қымбат екенде зерттеп тастаймыз. Кез келген нәрсені зерттейміз де, миымызды зерттей алмай жүрміз. Салдарынан өз мүмкіндігімізді біле бермейміз. Бәріне әлеумет, яғни социум шешеді. Ауырсаңыз дәрігерге барасыз, білім керек болса мұғалімге барасыз. Шындығында сіздің дәрігер де, мұғалім де, бәрі де өзіңіз бола алатын мүмкіндігіңіз бар. Бірақ ол мүмкіндігімізді ашуға ниетіміз де, уақытымыз да жоқ. Себебі миымызда қажетсіз ақпарат көп болғандықтан, миымызда шум көп, дауыс көп. Сондықтан таң атпай сіркеміз су көтермей жүреді. Миым ашып кетті дейміз. Біле білсеңіз, кез келген депрессияның түп тамыры ми ашудан басталады. Босанғаннан кейінгі синдром деген бар. Мысалға, әйелдер үйде отырып та шаршадым деп жатады. Неге? Ал медитация уақытында осындай сан сауалыңызға жауап алуға болады. Медитациямен демалдырып алған миыңыз көп қажетіңізге жарайды. Әлбетте, кез келген ілімді алу кезінде түбін исламнан іздейміз. Онда жақсы сөйлеңдер, болмаса үндемеңдер дейді. Сондықтан да өз өміріңді өзің жаса, өз миыңды пайдалан, дұрыс сөйле деп жатырмыз. Адам қай кезде қорқады? Адам Алладан бетін сырт бұрғанда қорқады. Әлбетте, қорқыныш үнемі бізде, бойымызда. Мәселен, қасыңда әкең келе жатса, қараңғылықтан қорықпайсың.
Ал өзіңмен өзің қалғанда бойды үрей билейді, қорқасың. Кредит қарызымнан құтыла алмаймын деп бұғып отырсаңыз отыра бересіз. Құтыла алмайсыз. Қорқыныштың түрі көп. Ал оны жеңудің жолы бар ма? Ендеше, адамның қорқуы, уайымдай беруіне себеп иманның әлсіздігінен. Егер кім иманын күшейтсе, еш нәрседен қорықпаған болар еді. Өйткені ол Аллаға сенеді. Алла өзі реттейді бәрін деп алаңсыз уайымдамай отыра береді. Сәттілік деген нәрсе бірде бар, бірде жоқ. Сондықтан аузыңызда шүкірлігіңіз түспесін. Бұл техника туралы келесі тараулардан оқып орындаңыз. Онсыз сіздің қолыңыздан ештеңе келмейді. Ешкімге ештеңе бермесеңіз, сізге де ештеңе берілмейді. Садақаны бер, шүкіршілігіңді жаса, содан кейін ғана жағдайымды жасашы деп талап ете аласың. Түпсананы біз тіл арқылы былғаймыз деп мен үнемі айтамын. Сондықтан, әсіресе, әйел адамдар тілімізге ие болғанымыз жөн. Ал өкпе, реніш, қорқыныш деген сезімдеріңіз болса, оны түпсанадан арылтып тастамайынша, аффирмацияңызда, арманыңызда орындала қоймайды. Мидағы қорқыныштан қалай құтыламыз? Алдымен ол қорқынышты тәптіштеп жазамыз. Мен жалғыздықтан қорқамын, қараңғыдан қорқамын деп анықтап алғаннан кейін неге ол қорқыныш сізді мазалайды? Өйткені еске түсіресіз. Балалық шағыңызға да барып қайтасыз. Кейде өзіміз білеміз, қайда қорқынышымыздың барын, бірақ есімізге түсіргіміз келмейді. Себебі жанымызды ауыртып, ескі жараның аузын тырнағымыз келмейді. Алайда, асықпай ойланыңыз. Өмір бақи ойланып, қашқақтап жүргенше есіңізге бір рет түсіріп құтылыңыз. Әрине, еске түскен сәтте жаныңыз тырналап, уақытша депрессияға түсіп, жасыңызға ерік беріп, баяғы сәттер есіңізге түсіп қиналарсыз. Бірақ сол сәтті есіңізге аласыз да шығарып тастайсыз. Бітті. Ол қорқыныш сізді енді мазаламайтын болады. Ол балалардың қорқақтығын жеңу үшін атпен шабу техникасы жақсы көмектеседі. Баланың жауырыны, иығы өседі және қорқынышы азаяды. Жалпы атқа міну техникасы қыздардың да қорқыныштарын жеңуге көмектеседі. Кешірім. Кешірім жолын ұста, дұрыстыққа бұйыр, білместіктен аулақ бол. Құран кәрімде жазалау сөзі 117 рет келсе, кешірімді болу, кешіру жайлы екесе көп айтылған, яғни 234 рет кездеседі. Бұл көрсеткіштен Құранда жазалаудан гөрі кешірімділікке үлкен мән берілгенін білуге болады. Ислам дінінің талабы бойынша араздасқан екі мұсылманның өкпе реніші 3 күннен аспауы керек екен. Ол үшін сіз ренішіңізді ұмытып, шын жүректен Алланың ризашылығы үшін кешіруіңіз керек. Ал біздер қайтеміз? 40 жылғы өкпе ренішті арқалап алып, батпандай ауыр салмақты ауруға айналдырып болғанша әлгі реніштен арылмаймыз. Менің түпсана сабағыма қатысушылар біледі. Түпсана тазаланбай аффирмация айтудың пайдасыз екенін. Түпсанадағы қоқысы шығарылмай, арманын орындау мүмкін емес екенін. Ал тазалану дегеніңіз осы өкпе реніш қорқыныштардан арылу. Адамдармен жайдан жай араласа бермей, зерттеп жүргенді жақсы көремін. Бір жігітті танимын, айтыстың жанкері, көрген кезде аман сәлеміз түзу. Қателеспесе мектептен кейін оқымаған, бірақ сөйлегенде сөздің майын тамызады. Өте пысық, өте бай. Мен әр адамның тыныс тіршілігіне қарап отырып жолының ашық, жабық екенін шамалай аламын. Жаңағы танысым бір жұмбақ болды маған. Қатты жомарт емес, көпшіл деп те айта алмаймын. Бірақ жолы болғыш. Жақында шақта кездесіп қалдық. 1 сағаттық әңгімелесу барысында оның бір ауыз сөз арқылы сұрағымның жауабын таптым. Ол менің анамның көзінен сүймей ұйықтамаймын, анамның батасын алмай үйден шықпаймын деді. Қандай керемет. Алланың нұры анасының разылығын алған адамға жаумағанда кімге жаусын? Ата-анасының разылығын алуға ұмтылатын парасатты ұрпақты Алла бәрімізге нәсіп еткей. Ақтау техникасы деген бар.
Ата-анаңыздың сізді өкпелеткен, ренжіткен көздеріне 70 түрлі ақтау жазып, ақтап алу техникасы. Осы тапсырма берілгенде сабақты қатысушылардың басым бөлігі менің ата-анама деген ешқандай ренішім жоқ, не деп ақтап аламын деп азар да безер болған. Кейін техниканы орындаған кезде түнімен жылап шыққандарын айтты. Бұл не деген сөз? Сіз ата-анаңызға ренжімейсіз, мен сенемін. Арғы дүниелік ата-анама ренжімек түгілі мен оларға қарыздармын дейсіз. Бірақ сіз бала күніңізде ренжігеніңіз анық қой. Кәмпит әпермей қойғанда, қонаққа бармай қойғанда, немесе қонақ келгенде барын салып дастарханын жайнатып қойған ата-анаңыз сізге дастархан тәтті бермей қойғанда өкпелеп қалдыңыз ғой. Түпсана сол сіздің кішкене күніңіздегі өкпе ренішті өзіне сақтап қояды. Кімде кімнің қателігін көрсең 70 түрлі үзірмен ақтап ал дейді Алла тағала. Қалайша бізге өмір сыйлаған әке-шешені ақтауға болады дегендер болды. Нәтижелерді көріп дұрыс жасатып жатқанымды түсіндім. Ешқандай ренішім жоқ дегендердің түпсанасында реніші бар болып шықты. Еш ренішім жоқ деген бір қыздың түпсанаға үңіле келе күйеуіне реніші көп екенін байқалды. Әке-шешесіне реніш көп, оның күйеуіне реніші көп. Әкесі арақ ішетін болса, әке ішпеші деп айта алмайды. Ішінде ұстап жүре береді, яғни кінәмшіл сөзі ішінде қалды ғой. Ол күйеуге де тиеді де күйеуіне айта бастайды, ішпе дейді, анау-мынау дейді. Бірақ ол әкеге деген претензия еді. Ол ақтау неге керек? Күйеуіңді әкеңнен бөліп алу. Әкесі шетіндердің күйеуі де шетін болып шығады. Әке өз орныңда, шеше өз орныңда тұруы керек. Әкені ақтап алғанда кейбір әйелдердің күйеуіне деген претензиясы жоғалып кетеді. Көптеген әйелдердің өз-өзіне көңілі толмаушылық, ол анасына деген өкпесі. Кішкентай бала ыдысты жуып қой дегенге де өкпелеуі мүмкін. Ал сол балалық өкпесі түпсанасына қалып қоюы мүмкін. Адам өкпелей беретін болса, демек кішкентай кезінде көп өкпелеткен оны. Кім өкпелейді? Бала өкпелейді. Ендеше өкпесі қанағаттанбаған адам өмір бақи өкпелей береді. Кешірімге қатысты ғана тағы бір техника бар. Өзіңіз ренжітіп алған адамдарды ойша елестете отырып, азға кешірім сұрап жазасыз. Не үшін ренжіткеніңізді жазасыз? Немесе өкпені солай. Өкпеңізді сіз өкпелеп жүрген адамның білмеуі де мүмкін ғой. Осылай жазып өртеп жібересіз немесе суға ағызасыз. Жеңілдікті сезінесіз. Әрине, кешірдім, босаттым деп жазған күннің өзінде де сол адамды көргенде қайта жыныңызға тию мүмкін. Техниканы қайталайсыз. Кешірімнің өзімен де біраз жұмыс істеу керек. Жазғаныңыз да жеңілдетпесе, аффирмация айтып жәрдемдесеңіз. Маған адамдарды кешіру өте оңай деп, адам өз айтқан өтірігіне өзі сеніп қалады. Өйткені түпсанасы сеніп қалады. Мысалы, сіз дүкенге барыңыз келді делік. Ойша, мен дүкенге барып керегімді алып келдім деп елестетіп айтсаңыз, түпсанаңыз арасында да сіздің дүкенге барып келгеніңізге сеніп қалу мүмкін. Адам есейген сайын ақылым көбейіп келе жатыр деп ойлайды. Бірақ ақылды болған сайын арманға қол жеткізу қиындап, көп нәрсеге сене бермейтін боламыз. Байқайсыздар ма, қайсымыздың болсын бала кездегі армандарымыздың көбі орындалған. Неге? Себебі баланың энергетикасы таза. Олар ешкімді жамандамайды, ешкімге ренжімейді, ешкіммен ұрыспайды. Ренжіп қалса, ренішін тез ұмытып қалады. Періште айтса қабыл болады, періште жол қарап еді, қонақ келді деп өзіміз де талай айттық. Көп жағдайда неге тілегіміз қабыл болмайды? Себебі жаратушыға айтып жатқан арызымыздың жолын өзіміз жауып тастаймыз. Блок көп, негатив көп. Жаман энергетика көп. Шашымыз кірлесе жуамыз, үйіміз кірлесе тазалаймыз. Киім кірлесе жуамыз. Ал жан дүниені ше? Оны тазалаудың жолы көп. Оның ең бастысы өзімізді ренжіткен адамдарды кешіру. Қанша қиын болса да кешіріңіз. Сонда өз жолыңыз ашылады. Кешірім жүректі жұмсартады. Кешірім денсаулықты нығайтады. Кез келген ауырып жүрген адаммен сөйлесіп көріңізші. Әйтеуір біреуге реніші бар. Кешірім бақытқа да, байлыққа да жол ашады.
сосын өзіміз ренжіткен адамдардан кешірім сұрау. Ол да блок. Өзіміз білмейтін әңгімеге араласпау керек. Қорқынышты жаңалықтардан, кинолардан миды таза ұстау керек. Жүрегімізге жақын қабылдайтын ауыр сериалдарды қарамау. Кісінің көңіліне келетін ауыр сөз айтпау. Біреу тиісіп жатса жауап бермеу. Осы дүниелерді қиын болса да әдетімізге айналдырып үйреніп алсақ, көп тілегімізге қол жеткіземіз. Тазалықты балалардан үйренуіміз керек. Негізі басқа адамдарға қатысты әңгіме айтарда еш себебін білмей, сөгуге, жамандауға әзір тұрамыз. Адамдар қай кезде күнә жасайды? Өмірде ең жаман адам кім? Өтірікшілер, зинақорлар, ішкіштер дейді. Ал ең жаманы ұрылар екен. Өйткені олар ешкім көріп тұрған жоқ деп ұрлайды. Яғни олар Алланың бар екенін мойындамайды, яғни имансыздар. Біз бәрін бақылап тұрған Алланың бар екеніне шын білген кезде, Алланың әмірінсіз жерге бір тал жапырақ та түспейтінін білген кезде жаман сөз сөйлемейміз. Мәселен, бөтем адам отырса, сырымызды айтпаймыз ғой. Демек, оңаша отырсың ба, әр ауыздан шыққан сөзге абай бол. Тұпсанаң естіп отыр, жазып қояды. Ол аздай соны шақырады. Мәселен, жоғарыда айтып өткенімдей, бала көтере алмай жүрген адамдардың көбі біреу балалы болса, түрі бұзылып, көңіл күйі түсіп кетеді. Әсіресе сол үйдегі жас келіндер босанса, болды мен тумаймын дейді. Сен бала көтере алмай жүрсің, ал біреудің бала көтергені қуаныш. Бірақ ол саған қуаныш сыйлап тұрған жоқ. Ол сенің қызғанышыңды, тәкаппарлығыңды оятып тұр. Біліңіз, қызғаныш сәттілікті жояды. Қызғаныш жетістікті жояды. Өкпе реніш денсаулықты жояды. Өткенге деген реніш болашағыңды жояды. Алла тағала өткен іске өкінгендерді жек көреді дейді. Сондықтан қателігім де, қуаныш қайғым да шүкір. Қабылдадым, тәуба деп те үйрену керек. Кешірім техникасына қатысты тағы бір айтатын жағдай, көрінбейтін хақылардан кешірім сұрау. Дұғаның үлкені Алла тағала мені біліп білмей жасаған күнәларымды кешір дейді. Кешірім сұрап жүру керек. Кімнен? Ол мейлі ренжіткен адамдарың болсын, мейлі бала-шағаң болсын. Сәтсіздікке апаратын, тағдырын құртатын ол тәкаппарлық. Алла тағала айтады, кімде-кімнің жүрегінде шаңның тозаңындай тәкаппарлық болса, оның күнәсі кешірілмейді дейді. Әйел мен күйеу ажырасса, менікі дұрыс деп кетеді әрқайсысы. Адам болмады, сүйредім, менікі жөн дейді. Енем күн бермеді, жақпады, бұл тәкаппарлық. Баламды өсірдім, жеткіздім, бағаламады тәкаппарлық. Яғни бүкіл ұрыс керістің артында тәкаппарлық тұрады. Сондықтан тәкаппарлығыңды сындырмасаң, сенің жолыңда кедергі кездесе береді. Ал оның бір жолы кешірім сұрап сындырамыз. Мысалы, әйелімен күйеуі ұрсысса, олар бір-бірін сағаттап кінәлауға бар. Бірақ ауыз кешірші деген сөзді айта алмайды. Кешірім сұрамасам құтырып кетеді деп ойлайды. Адасушылыққа келетін сөздер, ел не дейді? Үндемесең басыңа шығып алады. Өзіңді басындырма, бетіне айтып таста. Бұл тәкаппарлыққа апарады. Жолдан тайдырады. Мен жынданды оттан жараттым дейді Алла тағала. Жынның шаруасы ренжіту һәм ажырату. Адам қатты ашуланғанда, қатты қайғырғанда түтігіп, қып-қызыл болып кетеді. Өйткені оның ар жағында жынның әрекеті тұр. Ал отты немен өшіреміз? Қандай да бір ашуланып тұрған жағдай болса, бетіңді мұздай сумен жу дейді. Сумен жуасың, оған көнбесең шомылып ғұсыл алсаң болады. Ұрысқан сайын, соғысқа шыққан сайын жындары семіре береді. Бұл маятник. Кешір дегенде маятник әлсіреп қалады. Демек, өзіңдікі дұрыс болып тұрса да кешірім сұра. Кез келген дұрыс керістің нәтижесі менікі дұрыс деп ақталу керек емес, татулықпен аяқталу керек. Дұрыс болсын болмасын, онда сен жеңесің. Ашуланған адамдардың бірін-бірі естімейтіні содан. Әйелі мен күйеуі қырылып жатады, баласын ұрып жатыр. Қойсаңшы дейсің, позор, ұят деп елге сүйкімсіз болып көрініп тұрсың дейсің. Баланы ұрғаның өзі дұрыс емес. Білеміз дұрыс емес екен, бірақ білсек те жасаймыз. Неге? Себебі біз ұйықтап кетеміз. Санамыз ұйықтап қалады. Оянып қаласыңда мен не істедім дейміз, өйткені разум ұйықтап қалады. Сондай-ақ адамды кінәлаудың ар жағында да тәкаппарлық бар. Мен сөйлегім келеді,
Бірақ ұяламын, негізі сөйлеуім керекпін ғой, мен неге сөйлемей тұрмын деп сынды. Ұялудың әр жағына да тәкаппарлық бар. Мұнда ешкімді кінәлаудың қажеті жоқ. Тек тәкаппарлық арқылы өзіңнің потогыңды жауып тастайтыныңды ұмытпа. Ата-ананы ақтаудың артында да тәкаппарлықтан аса алмай жататындар бар. Мысалы, бір қыз айтады, мені апам баққан деп. Білсек, анасы жұмыс істейтін болған соң баласын тастайтын жері болмаған, ал әкесі тастап кеткен. Осылайша қызын апасына бақтырған ғой. Мен оны қатты сағындым, іздедім, бірақ ол маған келмеді. Ал оған деген менің сағынышым жүрегімді теседі дейді. Тағы бір қыз жазды, мені босанатын үйде тастап кетті. Анамның түрін де білмеймін деп. Енді бір қыз жазыпты, мен әкемді ақтай алмадым, ол мені іздеп келмеген, мені тастап кетіп қалған, ал оны қалай ақтаймын деп. Бірақ оның жанында туған әкесі зорлаған қыздардың арасында да әкесін ақтап алғандар бар. Елдер айтады, қалай зорлаған әкесін ақтап алған деп. Алла тағала әке шешеңе қарап тіпті туф деме деген. Бұл Алланың бізге берілген бұйрығы. Оның жанында ренжу деген не? Міне, психологияның түп тамыры сол жерден басталады да. Алла тағала кешіріп жатқанда біз кешірмейтін кімбіз? Кешірмесең кешірілмейсің. Өзіміз де жетіп жатыр ғой күнәларымыз. Кешке дейін өсек айтамыз, бала-шағамызға ұрсып тастаймыз. Талай адамды талқыладық, талай адамның қақысына да кіріп кеткенбіз. Ал сөйтіп отырамыз да, адамдар неге ақтап алғысы келмейді дейміз. Өкпе реніш деген ауыр жүк. Ал адамдар неден қорқады? Адамдар сол жүк кетіп қалған соң орнын немен толтырамын деп қорқады. Яғни босап қалудан қорқады. Оларға одан да біреуді кінәлап, ренжіп отырған пайдалырақ сияқты. Сол үшін де ешкімді ақтағысы келмейді. Жаңағы өкпе реніштің орнын, яғни кеңістіктен, бостықтан қорқады да. Мысалға, өмір бақи ренжіп келді де, енді реніштің бәрін ұмытқасын, оның орнын бір нәрсемен толтыру керек қой. Одан басқа немен айналысатынын білмейді. Оқытқан жоқ мені әкешем, баққан жоқ, қараған жоқ, маған мейірімі көрсеткен жоқ. Содан мен бақытсыз болып қалдым. Осылай біреуді кінәлау тиімдіректей. Олар үшін егер әке-шешесі кінәлі болмаса, басқа біреу емес, жауапкершілікті өз мойнына алу деген сөз. Ал жауапкершілікті ешкім алғысы келмейді. Сондықтан да ақтай алмаймын деген желеуді ұстанады. Әрине, ақтай алады, тек жауапкершілікті саналы түрде алғысы келмейді. Кеңістікті немен толтырам деп қорқақтайды. Айналаңыздағы барлық адамды сыйлап, қарым-қатынасыңызды үзбеңіз. Қателігіңіз болса, кешірім сұрап түзеңіз. Себебі сіз ертең не болатынын білмейсіз. Ата-анаңызды 70 түрлі үзірмен ақтап ал дедік. Дәл солай сізді ренжіткен кез келген адамды ақтап алуға болады. Ұрғанды да, зорлағанды да, қорқытқанды да ақтап аламыз. Ақтауға келмейді дегендей жағдай болса, қалам алып қағазға сол адамға хат жазамыз. Әкеміз бе, шешеміз бе, ағаңыз ба, кім сізді ренжітті? Сол адамға хат жазасыз. Және сол адамның атынан өзіңізге хат жазыңыз. Мәселен, әкесі тастап кеткен қыздың өзіне былайша хат жазуға болады. Қызым, мен сені тастайын деп кеткен жоқпын. Менің екінші отбасым болды. Сол сәтте шешім қабылдай алатындай шамам болмады, кешір деген секілді хат жазасыз. Немесе сізге кішкене күніңізде қол көтерген анаңыздың атынан мен баланы қорқытып тәрбиелеу керек деп түсіндім. Менен қорқса пысық болады деп ойладым деген секілді анаңыздың атынан өзіңізге хат жазасыз. Кез келген адамның ісін, әрекетін кешіре алмай жүрсеңіз, Алла тағала қаншама күнәмді кешіргенде, менің Алла разылығы үшін сол адамды кешіруге неге күшім жетпейді деп сұрақ қойыңыз. Жауабы өзіңізге ұнайды. Ал ата-анасына реніші бар адамның жеке өмірі де жақсы бола бермейді. Сондықтан мүмкіндіктеріңіздің келген жеріне дейін ата-ананы ақтап алыңыздар. Аффирмация. Алла тағала мүміндерге, адамдарға жақсы сөз сөйлеңдер деп бұйырған. Сөздің құдіреті жайлы айтып та, жазып та жүрмін. Аффирмацияның не екенін түсіндіріп, айтылу ретін айтып, жеке кітапта жаздым. Расында да сөз адамның өмірін түбегейлі өзгерте алатын ұлы күш. Сөздің құдіреті көп қалауыңызды қар жандырады, бірақ аффирмацияны дұрыс айту керек. Мен қарыздан құтылғым келеді, дұрыс па? Жоқ.
Ми бұл аффирмацияның қарыз деген негізгі сөзін ғана қабылдайды, яғни қарыз деген сигналды қабылдап дамыта бастайды. Дұрысы, менің табысым бәріне жетіп жатыр, ақшаны алып жатырмын және беріп жатырмын. Нақтылық керек болса, мен 2 миллион табыс таптым, Аллаға шүкір. Аффирмацияны миға сіңгенше, жағымыз ауырғанша, тіліміз талғанша айтуымыз керек. Ауызша айтатын мүмкіндік болмаса, іштей айтасыз. Адамның өміріне қатты әсер ететін нәрсе сөз. Өкінішке орай сөздің құдіретін сезіне бермейміз. Исламда жақсы сөйлеңдер, болмаса үндемеңдер деген хадис бар. Тіпті артық сөйлеп қоямыз ба деп қорқатын сахабалар ауздарына тас салып жүретін болған екен. Луиза Хей адамдар аффирмацияның құдіретін білсе ештеңе істемей тек соны айтқан болар еді дейді. Біз көп жағдайда адамның басында жамандық болса тілінен тапты дейміз. Өзі біреудің баласын жамандай беруші еді, енді өз баласы сөйтті деп тілінен келген бәле екенін бірден білеміз. Жақсы сөз де солай. Нені көп айтсаң, сол болады. Ең мықты деген барлық психологты тыңдасаңыз таңертең менде бәрі керемет, мені тек қуаныштар күтіп тұр деп айта беріңіз дейді. Олай болса, тек жақсы нәрсе айтыңыз. Өкпе, реніш, қызғаныш деген қап-қара энергетика. Адамның төбесінде қара бұлт сияқты Алладан келетін барлық нығметтің жолын жауып тұрады. Еш тілегіңізді болдырмайды, арманыңызға жеткізбейді. Еңсеңізді басып, одан сайын қиындықты көбейтіп тұра бермек. Олай болса, көзімізді жұмып барып, буынды босатып, аяқ-қолды айқастырмай бос қойып, 7 рет терең дем алып, іштегі ауаны асықпай шығарып отырып ойланайықшы. Кімге өкпеліміз? Кім бізді өкпелетті? Терең дем аламызда барлық ренжіткен адамдарды кешірейік. Өзіміз ренжітсек кешірім сұрайық, қуанайық. Жек көретін адамымыз үшін Аллам, оның дұғасын қабыл етіп, барлық арманына жеткізші. Ол ешкімге жамандық ойламайтын бақытты адам болсыншы деп дұға жасайық. Әрине, айтуға оңай, жасауға да оңай. Тек тәкаппарлықты қойыңыз. Сөз құдіретіне қатысты тағы бір жайт айтайын. Қалай ойлайсыз, ең көп еститін сөзіміз қандай? Өзіміздің есіміміз. Яғни, өз атымызды естісек, бүкіл миымыз, жүрегіміз елең ете қалады. Себебі, азан шақырған күннен бастап бүкіл клеткамызға сіңген. Адам атының тағдырына көп әсер ететіні де сондықтан. Байқасаңыздар, танымал қыздардың есімінде ай көп кездеседі. Айгүл, Айнұр, Алтынай, тағы басқа. Айтақын ағамыздың ақын болатын білместен ата-анасы ақын болсын деп қойған еді, солай болды. Айтақын ағамыздың 2 ұлы бар. Бірінің аты Арман, кенжесіне ақын Жандарбек Бегімбеев те ақын болсын деп Жандарбек деп ат қойған. Атақты ақын Жандарбек Бұлғақовты қазір танымайтын қазақ жоқ. Сол сияқты Мейрамбек те қазір барлық мейрамның ортасында жүреді. Нұрсұлтанның да патша болатын білмесек те, елдің сұлтаны болса екен деген ниетпен қойған. Мұхамеджан Тазабековке де жердің бетіне исламды таратқан асыл пайғамбарымыздың аты қойылған еді. Қазір ол исламды бүкіл қазаққа таратып отырған арнаның жетекшісі. Ақын Сара Тоқтамысоваға да кешегі Сара Тастанбек қызы сияқты ақын болсын деп қойылған ат та ақталды ғой. Майра апамыздың есімін Уәлидің Майрасындай әнші болсын деп қойса, Роза апайымызға да Бағланова Розадай бұлбұл болсын деп ырымдаған. Жалпы, қазақтың розалары шетінен әнші. Бәрінің басында атақты Роза Жаманова апамыз тұрғаны белгілі. Яғни, балаға ат қойғанда жеңіл-желпі қарамай жақсылап мән берген дұрыс екен. Және ол есімді не үшін қойғаныңызды шегелеп айтып миына сіңіре бергеніңіз дұрыс. Энергиясы болмаса адам сөйлемейді. Яғни, энергияны қай жаққа салады, сол жақ дамиды. Ойында бәрі бизнес болса, бизнес дамиды. Ұрыс-керіске энергия бердіңіз бе, ол дамиды. Телефонға шұқшия бересіз бе, оған деген тәуелділік пайда болады. Ауру да ойлаған сайын дамиды. Ауру мазалап жүрме, ойыңызды бизнеске, демалысқа жұмсаңыз. Өйтпегенде аурудың энергетикасы дамиды. Әлгінде айтқан зона комфортаға кіріп кетеді. Ақшаны ойлайсыз, энергияңыз осы жерде тұр, әрине көбейеді. Енді ойлаңыз, сіздің энергияларыңыз қайда кетіп жатыр? Сондықтан жақсы сөз сөйлеңіз, энергияңыз да жақсы жаққа құйылады.
Аффирмация айту арқылы арманыңызды орындай аласыз. Бір тілегіңізге қатысты аффирмацияны қалай айту ретін түсіндіре кетейін. Мәселен, баспаналы болғыңыз келді делік. Менің көп қонақ күтетіндей зәулім үйім бар. Алла тағала маған күн сайын бітпейтін несібе беріп жатыр. Күнде таңертең ояна салысымен және кешке 10 реттен осы сөзді айтыңыз. Шамамен 2 аптадай уақыт өткенде сіздің аузыңыз осы сөздерді автоматты түрде айтатын болады. Ауыз өздігімен айта беретін кезге келгенде миыңыз осы сөзге сене бастайды. Ал ми сенді деген сөз тартылыс заңы жұмыс істейді деген сөз. Көп ұзамай зәулім үйдің иесі болып шыға келесіз. Ертегі сияқты деп сенбесеңіз өзіңіз біліңіз, бірақ 100% жұмыс жасайды. Алла тағала бәтеңкеге бау сұрасаңдар да беремін дейді екен. Тек өзіміз сенбейміз, күмәнданамыз. Жүрегіміз қалағанмен миымыз сенбей тұрады. Сол үшін түп санаңызды тазалап алыңыз да алға ұмтылыңыз. Мәселен, Түркістан облысының алыс бір ауылында отырған келіншек менің Нұр-Сұлтан қаласындағы қос қабатты үйімнің иесі боламын деп ойлады ма? Жоқ. Бірақ ол аффирмация айтты. Менің сабақтарымды тыңдап жүрген. Ол тіпті 5 баласымен пәтер жалдап тұрса да, үйде емес қажылыққа жолдаманы ұтып алғысы келген айтты. Бибінұр Тапаеваға хабарласып, сүйінші, сіз пентхауз ұттыңыз десек, мен негізі қажылықтың жолдамасын ұтып алғым келіп еді дейді. Сөйтсе ол кісі пентхаустың не екенін де ұқпаған. Қараңыз, Бибігүл сол кезде менің 28 күндік ораза ұстау марафоныма қатысып жүрген екен. Онда аффирмация айту, садақа беру сынды бірқатар тапсырмалар бар еді. Бұл туралы осы кітапта бөлек тараумен жазамын. Айтпағым, Бибігүл марафонның тапсырмаларын мұқият орындап жүрген. Айнұрдың мотивациялары кітабын күйеуіне айтпай сатып алып оқыған. Оқып қана қоймаған, орындау керек тапсырмаларды орындаған. Ол сенген тапсырмаларды мұқият орындады. Нәтижесі әне. Аяқ асты баспаналы болу деген шын мәнінде аяқ асты бұйыра салмайды. Ол сіздің Алладан тілеген тілегіңіз, дұғаңыз, басқаға жасаған жақсылығыңыз, берген садақаңыздың, сөйлеген сөзіңіздің нәтижесі. Мен таң атқаннан кеш батқанға жұмыс істеуіңіздің нәтижесі демедім. Әрине, жалқау болмау керек. Бірақ жанкешті жұмыстың нәтижесі ғана адамның арманын орындайды деп айта алмаймын. Бұл туралы онлайн дәрістерімде үнемі айтып та жүрмін. Енді қажеттеріңізге жарайтын бірнеше аффирмацияны айта кетейін. Алла мені шексіз сүйеді және бар жағдайымды жасап қойған. Мен ең жолы болғыш, ең бақытты, ең сүйікті әйелмін. Менің отбасым өте бақытты, тату-тәтті өмір сүріп жатырмын. Мен дені сау баланы дүниеге әкелдім. Менің табысым бәріне жетеді, баймын әрі бақыттымын. Менің балаларым жетістіктермен қуантуда. Мен бақытты анамын. Менің денсаулығым күннен күнге жақсарып келеді. Күш қуатым өте жақсы. Аллаға шүкір. Бай болғыңыз келсе. Біз кейде мұқтаж адамдар қарыз сұрап келсе, бере ала ма, бере алмай ма деп қараймыз. Қазір тілмен айтсақ, бұл бизнес. Туыстарымыз көмек сұраса, өзінің аяқ-қолы бар, мен сияқты ол да жұмыс істеп тапсын деп көкірегімізді кереміз. Бірақ кейде бүкіл әулетіңіздің несібесін сізге беру мүмкін. Ал біз келіп міндетсейміз. Маңдай терімен тапқан ақшам дейміз. Алланың арқасында екенін оп-оңай ұмыта саламыз. Жұмысты бастаған кезде Алла тағала мені қолдаса екен дейміз. Алла сұрағаныңызды бергенде сізден көмек сұраған адамға неге сіз жәрдемдесе алмайсыз? Мұқтаж адамнан аяп қалған ақшамызды осы қайтаралады-ау деген адам келіп сұраса бере қоямыз. Осы әділеттілікке жата ма, қалай ойлайсыз? Егер мүмкіндігіңіз жетіп тұрса, қарыз беруде сауаптысыз. Аллаға қарсы хасан түрінде қарыз беретін кім бар? Міне соған оның сыйын есесімен береді делінген Хадид сүресінің 11-ші аятында. Пайғамбарымыз, бір мұсылман кісі басқа бір мұсылманға 2 рет қарыз берсе, садақа берген сияқты сауап табады. Немесе садақа берген адамға 10 сауап, ал қарыз берген адамға 18 сауап деген. Ендеше сол сауапты ісімізді неге мұқтаж жандарға, әсіресе жақындарымызға жасамасқа? Ал садақада қайыр барын білеміз. Туысқандарымызға қарыз бермейміз, сосын оны Алла алып қояды. 2 күннің бірінде алданып қалдық деп әлеуметтік желіде көмек сұрап жазатындар секілді,
ол ақша пирамидаға немесе басқаға салынып жақыныңыздан аянып қалған қаражатыңыздың жоқ болып кетуі де мүмкін. Кейде біреуге берген қарызыңыз қайтпайды. Сонда не үшін мен мынадай сынаққа тап болдым? Мен неге бұлай шырылдап тұрмын? Мен ұрламадым, адалынан таптым ғой дейсіз. Бірақ тереңірек ойласаңыз, бұл сауалдың жауабын тек өзіңіз табасыз, білесіз. Менен бір құрбым қарыз алған, қомақты сома. 5 жыл қайтара алмады. Меккеге барғанда сол құрбым үшін дұға еттім. Достығымыздың арасына ақша түспесінші дедім. Сол сапардан елге оралғанда 5 жылдан бері қайтара алмай жүрген құрбымның күйеуі бірақ күнде қаражат тауып қарызын қайтарды. Кейде осы адамдар мені неге пайдаланып кетеді деп ренжіп жатамыз. Ойланыңыз, сізді ренжіткен адамның сіз айнасысыз. Сонда кім кінәлі? Және бір айтатыным, егер сіз қандай да бір алдыңызға мақсат қойсаңыз, сол мақсатыңызға сай ақша келеді. Кейбір адамдар 10.000 долларым болса ғой деп армандайды. Ал ол қаражатқа не істейсің деп сұрасаңыз, білмейсіз. Күмілжіп жауап бере алмайды. Яғни мақсаты жоқ. Ал мақсат жоқ жерге де қайталаймын, ақша келмейді. Жұмыс жасау үшін энергия керек. Мақсат тапқан кезде мотивацияны өзіңізден аласыз. Бірақ ақша да дүние де келген кезде оны жүрекке кіргізбеңіздер. Өздеріңіз куәсіздер, мен айтыстан жақсы табыс таптым. Бүгінде онлайн сабақ өткізу арқылы көретін табысым да жақсы. Енді сұрақ, мен неге көп табыс табамын? Неге асығым алшынан түседі? Өйткені мен өте көп беремін. Адамдарды қуантқанды жақсы көремін. Бұл әрекетім маған көп табыс әкеледі. Алла менің несібемді көбейтсе, оның қарапайым бір ғана құпиясы осы. Сіз де қайталап көріңіз. Әулеттеріңізді қуантыңыздар. Балаларыңызды тек қуантыңыздар. Осы орайда есте ұстайтын нәрсе, біз адамдарды қуантуды отбасымыздан бастауымыз керек. Алдымен балаларыңызды, күйеуіңізді разы қылыңыз. Классикалық психологияда еркекті аямаңдар дейді. Оларға көмектеспеңдер дейді. Сүйіңдер, сыйламаңдар дейді. Исламда олай емес. Еріңді құрметте дейді. Менің үмбетімнің ең жақсы әйелдері күйеулеріне сәлемі түзу және қанағатшылдары деген Айша анамыз. Ислам үлкенді сыйла, көмектес дейді. Ал классикалық психология сен ешкімге міндетті емессің деп қайрайды. Сондықтан қандай ілім алсақ та өз иманымыздың өресінде өскеніміз дұрыс. Сонымен алдымен жақындарыңызға сыйлық жасаңыз. Артылып жатса басқаларға жәрдем беріңіз. Берген жерде береке бар. Байлық деген нәрсе бір күнде келе салмайды. Алдымен ойға келеді, сосын бойыңызға келеді. Психологияда қайыршылық психологиясы деген ұғым бар. Ақшаның келуі үшін осы қайыршылық психологиясынан құтылу керек. Бұл дегеніміз, үйдегі ескі құсқыдан құтылуыңыз керек. 40 жылғы заттардан арылмай жаңа дүние келмейді. Ұзақ жылғы жиһаздарды да тұрып қалған энергия болады. Ол энергия жаңа ақша энергиясына орын босатпаса, байлық қайдан келсін? Кедейлік психологиясындағы адамдарды қазір бірден танимын. Олар ең бірінші әңгімесін свет өшір, кеше светке удай ақша төледік деп бастайды. Ал шын мәнінде жарық энергияны көп үнемдейтін адамдар ғана нақты қанша төлейтінін білмейді екен. Кез келген магазиннен шыққан кезде ақшаның түк құны жоқ екен дейтіндер де осы психологиядағы адамдар. Өйткені ақша кеткен сайын өзің кедейленіп бара жатырмын деп ойлайды. Өткенде ғана аяқ киім алған едік қой деп ақшаны есептеу беруде кедейліктен қорқудың нәтижесі. Ақшаны жұмсаған кезде вау деп қуанасыз ғой, тура солай қуану керек. Мына көйлекті алайын ба, алмайын ба, басқа базарда арзан шығар. Кедейлік зонасының басты себептерінің бірі осы. Алғысы кеп тұр, бірақ қолындағы ақшаны жұмсауға қиналады. Біліп қойыңыз, ақша қиналып шыққан кезде қиналып келеді. Ақшаның берекесі жоқ дейтініміз сол. Ақшаны алдың ба, рахаттанып беріңіз. Нақтырақ айтар едім, ақшаны берген кезде жеңіл беріңіздер, рахаттанып беріңіздер. Әкім десек ой оңбаған жемқор, бүкіл ауылдың ақысын ақшасын жеп қойған деп құстаналап шығатынымыздай адамдарды байлығына, қызметіне бола жек көру, ғайбаттау, қабылдамау дұрыс емес. Олай десек біздің түп санамыз байлықты жек көріп тұр деп ойлайды. Сыйлассақ болды, ақша үшін жүрген жоқпын дейміз. Тіпті мәселе ақшада емес қой деп шығамыз. Жоқ, әлбетте мәселе ақшада.
Тек қайталап айтамын, ақшаны да, дүниені де жүрекке түсіріп алмасаңыз болғаны. Дүние жүрекке кірген кезде иман әлсіреп кетеді. Дүниені алақанда ғана ұстаңыздар. Рухани дүние толтыратын жерге дүниелік кіріспеңіздер. Төмендегі әңгімені тәмсіл етейік. Пайғамбарымыз бір хадисінде дүниеде 4 түрлі адамдар болады. Білімі де, байлығы да бар. Ол біліміне амал қылады, байлығынан садақа береді, туысқандарымен жақсы қарым-қатынаста болады. Бұл адамдардың ең жақсысы. Екіншісі, білімі бар, бірақ байлығы жоқ. Ол білімі болғандықтан, егер менің байлығым болғанда, жақсы істерге жұмсайтын едім деп ниет қылады. Жақсы ниетімен бірінші адам жеткен дәрежеге жетеді. Үшіншісі, байлығы бар, бірақ білімі жоқ. Білімсіздіктің кесірінен малын тура емес жолға жұмсайды. Туғандарына қайыр садақа қылмайды, зекет бермейді. Бұл ең төменгі дәрежедегі адамдар. Төртіншісі, байлығы да, білімі де жоқ адам. Білімсіздіктің кесірінен менің байлығым болғанда анау-мынау сияқты жаман жолдарға жұмсайтын едім деп ниет қылады. Бұл адам жаман ниетімен де төменгі дәрежедегі адамға ұқсап қалады. Осы адамдар тобының алғашқысынан болайық. Өмірде ең оңайы тағдырға өкпелеп, үкіметке ренжіп диванда жата беру. Мақсат қояйын десе ақша жоқ, таныс жоқ, жұмыс жоқ. Мен өзім ақша табу үшін азаннан кешке дейін жұмыс істеу керек дегенмен келіспеймін. Азаннан кешке дейін қиналып құрылыста, белі қайысып шахтада, мал бағып далада жүргендердің барлығының миллионер болып кеткенін көрмедім. Біз қолымыздан келмейтін іске уайымдаймыз, уақыт кетіреміз, оны қалай да шешуге ұмтыламыз. Қолыңнан келмей ме, демек бұл сенің проблемаң емес. Ендеше, неге бос әуреге салынамыз? Мәселен, менің бала кезімде қасымда әкем болған жоқ. Сондықтан ер азаматпен тіл табысу дегенді білмедім. Бір түскен орға қайта-қайта түсе бердім. Егер ол кезде қазіргі психологиялық білімім болғанда, сол орды айналып өтер едім. Тіпті мүлде түспестедім. Жылауық едім, есікті бекітіп алып жылайтынмын. Неге? Қазір ойласам мені жылататындар көп болыпты. Тағы да сол бүгінгі білмегенімді сол жерге білсем жылауық болмас едім. Жалпы, үйге келетін кіріс көбейсін десеңіз, шаңырағыңыздың энергетикасын бұзбаңыздар. Алла сабырлыларды жақсы көреді. Бір күнгі ұрыс 40 күнгі берекені алады. Мұндай әрекет арқылы өзімізге келе жатқан потокты жеп қойып жатырмыз. Поток ақша ағыны аузыңыздан шыққан кез келген тілегіңіздің жылдам орындалуына мүмкіндік беретін ұғым. Әрине, Алланың қалауымен. Әдетте адамдар дүниеден байлықтан күдер үзгені соншалықты үйінен шыққысы келмейді. Диваннан тұруға ерініп тұрамыз. Ой, танысым жоқ, қайда барамын, білімім жоқ, сылтау көп. Ал ақша кімге келеді? Ақша сабырлыларға келеді. Тек қана сабырлы болу жеткіліксіз. Мәселен, денсаулық та бар адамда бірдей емес. Байлардың да денсаулығы сыр береді. Статистикаға қарасақ, байларға қарағанда кедейлерде де көп жұмыс істейді. Ақша еңбекке келмейді. Ауқатты адамдар жанкешті жұмыс жасамайды. Ал күні-түні жұмыс істейтіндердің ақшасы көп пе? Жоқ. Ақша білімге келе ме? Жоқ. Нашар оқыған кластастарыңыз еске түсіріңіз. Жақсы оқығандары мықты ма? Ең жақсы оқыған кластастарымыз миллионер болып жүр ме? Бәрі емес. Олар жақсы оқимын, бір жерді тесіп шығамын деп сенімді жүре берген. Ал ақшасы, идеясы барлар алдында нақты мақсаты бар адамға келеді. Мақсаты жоқ адамға 10 000 доллар берсе тауысып қойып, қайтадан жоқ деп отырады. Ендеше, сол идеяны қайдан аламыз? Өз миымыздан аламыз. Ас үйден шықпайтын қыздар бар. Ендеше сізге осы ісіңіз ұнайды, өздеріңізді дамытыңыздар. Даяр бешбармақ жасайтын қыздар бар. Кәдімгі нанды елеп жайып, қатырып, арасына қағазға салып сатады. Дүкендерде сатылатын басқа дайын жаймалар сияқты қап-қатты емес жұп-жұмсақ. Сондай-ақ лағманды да созып қатырып қояды. Яғни олар өз сүйген ісін бизнеске айналдырып отыр. Киім тігуді жақсы көресіз бе? Ендеше рахаттана отырып қиялыңызды дамытыңыз. Мен бүкіл ауылды халатпен қамтамасыз етіп отырмын дейіңіз. Дәрігерсіз бе? Медбикелерді жинап алыңыз, жұмыс істеңіздер. Сабақ жақсы берсеңіз, репетиторлыққа кірісіңіз, мархабат. Идеясы бар адамға ақша келеді. Үйдің энергетикасын бұзбаңыздар. Идеясы бар адамға ғана ақша келеді. Жатын бөлмеде де, ас үйде де ұрыспаңыздар.
Ас үйде тамақтың иісі сезілуі тиіс. Сіз сабырлы болған кезде сізден тарайтын жылулықты ешкім бере алмайды. Жылы жерде еркектер кетпейді. Бір құрбым бар, жолдасымен ұрысатын болса шық далаға дейді екен. Өйткені үйдің энергетикасын бұзғысы келмейді. Ұрсысу блок, яғни сізге ақша келе жата ма, жолы байланып қалады. Көп қазақтың табысы 60-70 мың теңге шамасында. Қамықпаңыз, егер басқаның көкесі миллионер болса, әкесі әкім болса, оның демеушісі құдасы болса, сіздің демеушіңіз Алла емес пе? Көтерілеміз. Идеяңыз жоқ па, ендеше не істейміз деген сұрақты шығарған ми жауабын да біледі емес пе? Бұған дейін өміріңізді маңызды емес, идея ойлап табыңыз. Бір жігіт болған түкке құлқым жоқ дейді. Ойын ойнап отырады екен. Ол жігіттің келіншегі меде жұмыс істеген. Қазір компьютерлік клубы бар. Бір қыз бар, жоқшылықты көп көрген отбасында өскен. Мектеп бітірген соң оқыған. Қалаға келіп жоғарғы оқу орнын оқыған. Бірақ мамандығы бойынша жұмыс таба алмай бір халықаралық компанияға еден жуушы болып орналасады. Осы жерде еден жуып жүріп барлық жұмыс істеу жүйесін де біліп жүреді. Бір күні сол білгені жүзеге асатындай қызметкерлердің орны босағанда басшылыққа өзі ұсыныпты. Бірақ ағылшын тілін білуін керек деп жұмыс қалмайды. Содан ол Англияға көшіп кеткен таныстарын тауып алады. Оларға тегін жұмыс істейтінін, тек тіл үйренгісі келетінін айтады. Осылайша сол таныстарының балаларын мектепке тасып жүріп, 6 айға ағылшын тілін сайрап шығады. Еден жуып жүрген кездегі бастығы қазір сол қыздың қол астында жұмыс істейді. Ал ол компанияда бүгінде 500-ге жуық адам жұмыс істейді екен. Қайталаудан жалықпаймын, байлық мақсатқа қоя білетін адамға келеді. Мақсат болса ақша өзі келеді. Сеніңіздерші маған, тек асықпаңыз, ашуланбаңыз, ұрыспаңыз, ғайбат айтпаңыз, жақсы сөйлеңіз, жақсы ойлаңыз, болды. Сонда бақыт та, байлық та сіздің босағаңызда байланады. Өткенде кітап сатып алған оқырмандар арасында ойнатылған ұтыста қажылықты ұтып алған қыз дәптерге анамды қажылыққа апарамын деп мақсатын жазған екен. Кітап алғандардың 80-90% мұқтаж адамға бұйырса екен деп шын жүректен тілеулес болды. Мен өзім көп балалы, иманды отбасы ұтса екен деп дұға қылып жүрдім. Таныстарым ұтып алмаса екен деп қатты қорқып та жүрдім. Ал пентхаусты ұтып алған Бибінұр Тапаева 5 балалы намаздағы ана екен. Алла сұрады, Алла тілегіне жеткізді. Шүкіршілік техникасы. Адамдарға алғыс білдірмейтін адам Аллаға шүкір етіп жарытпайды. Ахмет Әбу Дәуд. Термизи руаят еткен. Түпсананы тазалаудағы арнайы техникалардың бірі шүкіршілік айту. Яғни, түпсананы шүкіршілікке толтырамыз. Алла тағала шүкір етсең нығметті артырамын дейді. Мен шүкіршілік техникасын жасауды бастаған кезде байқағаным көп. Шүкіршілігімді арттырған сайын шүкір етер жақсылығым көбейді. Шын мәнінде біз әрбір сәтіміз үшін шүкіршілік айтуымыз керек. Мына оқиғаны айтайын. Бір шейх ауа жетпей тұншығып құлап қалады. Оны дәрігерлер тез арада демалдыратын аппаратқа қосады. Біраз уақыттан кейін есін жинаған кезде емінің есеп шотына келеді. Қараса 600 дирхам. Сонда шейх жылап жіберіпті. Неге жылайсыз, қымбатқа шығып кетті ме? Деген дәрігерлерге. Мен оған жылап тұрған жоқпын. Қараңыздаршы, 2 сағат ауа жұта алмай қалғаныма 600 дирхам төлесем, 72 жыл бойы осы ауаны тегіннен тегін жұтып келе жатыр екенмін. Сонда мен Аллаға қанша қарызбын деп еріксіз егілген екен. Біз кредитіміз болса, содан өліп кететіндей болып тұрамыз. Адам кредиттен өлмейді. Өмір бақи кредит төлеп келе жатқандар бар. Ажырасып кетсең де өлмейсің. Тіпті енемізбен ұрысып күйеуіміз қыдырып кетсе депрессияға түсеміз. Оның ешқайсысынан адам өлмейді. Адам су таппай қалса немесе ауа жетпей қалса өледі. Басқасының бәрінде адам тірі қалады. Енді қараңыз, біз нақты қажет нәрсені беріп тұрған Аллаға неге шүкір айтпаймыз? Сіз ауаны жұтып тұрған үшін шүкіршілік жасаған адамды көрдіңіз бе? Жоқ. Таңертең тұрған кезде ертең не су ішем деп уайымдаған адамды көрдіңіз бе? Жоқ. Біз шүкіршілікті үй алсақ айтамыз.
көзге ілінбейтін майда шүйде деп өзіміз ойлап алған қажеттіліктерге шүкіршілік айтпай, көп нәрсеге жетпейміз. Қараңызшы, таңертең қызыңыз келіп, «Мам», деді, шүкір ме? Таңертең ас іштіңіз, Инстаграмда отырсыз, шүкір ме? Яғни шүкір дей берсеңіз, негативке орын қалмайды. Негатив бұрын саған қалыпты жағдай болса, қазір негатив саған түрпідей тиетін болады. Сіз негативтен қаша бастайсың. Жұмысыңыз ұнамай жүрме? Айналаңыз сізді түртпектей ме? Ендеше жаныңыздан сұраңыз. Қалайын ба осы жұмыста деп. Егер негатив жаныңызға жақпай бастаса, бұл өзгерістің бастауы. Үйіңде тыныштық орнаса, өзгерістің бастауы. Сен бұрын жек көрген адамыңды жақсы көре бастасаң, өзгерістің бастауы. Оның нәтижесі түпсана тазалана бастады деген сөз. Түпсана тазалана бастағанды қалай байқайсыз? Түпсана тазалағанда Алламен байланысқа түсесіз. Күн сайын жақындай түсесіз. Шүкіршілігіңіз көбейеді. Алла сізге бәрін беріп қойған түсінесіз. Бәрін берді деген сөз, молшылыққа жеттіңіз деген сөз. Адамның бәрінің байлық, бақыт қолында тұрады. Көрмейді, алыстан ертеңнен іздейді. Немесе басқадан. Байлық ертең келетін нәрсе емес. Қазір осы жерден баймын, бақыттымын дегенді сезінбесең, анау жақта бақыт жоқ. Сондықтан сен осы жерден қиналғаныңды тастайсың да, бақытты қолыңа аласың. Мен 2016 жылы 25 мақсат жазғанмын. Біреу де орындалған жоқ. Сөйтсем, ми дайын болмаса орындалмайды екен. Сондықтан да түпсананың тазалығының маңыздылығы осында. 2018 жылы түпсана сабағын бастағанда қарыздан қалай құтыламыз деген сабақ өткіздім. Сол сабаққа қатысқан бір қыз 2019 жылы банктегі несиемді түгел жауып тастадым деп жазған едім. Бүгін президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың бұйрығымен несием кешірілді деп хат жазыпты. Біздің қолымызда не келмейді? Біз тек дұрыс тапсырыс бере алмаймыз. Ақша жоқ емес, ақша келіп жатыр. 100 000 теңге. Балаңыз үйленгенде 2 миллион теңгеге той жасайсыз. Машина 2 миллион теңге тұрады. Көп ақша ұстаған кездеріңіз болды ғой. Қандай да бір жолмен сәті түсіп, әйтеуір ақша келіп жатты ғой. Мен түпсана сабағын бастағанда осы сабақтардан алатын ақшам халалынан болсыншы дедім. Осы орайда мен сіздерге кванттық физика туралы айтайын. Менің Мәскеу психоанализ институтында оқып жатқанымнан хабардар боларсыздар. Сондағы сабақтарыма қарасам, қазір мен айтып жүрген онлайн дәрістердің тақырыбы институт деңгейімен салыстырсам, бірінші мен 5 классқа баратын білімдерді айтып жатырмыз. Терең терминдер қоспаймын. Трансерфикті талдап алаймын. Бірақ оны айтпаймын. Өйткені бәрін түсіне алмайтындар бар. Ақтөбеде оқушым бар. Сабаққа үлкен қарызбен келген. Қазір өзінің ательесі бар. Хан қызы брендінің аймақтарда дүкендерін ашылып жатыр. Оның сол жақтағы жетекшілері сіздің сабағыңызды тыңдадық деді. Ендеше армандарыңызды ауылдан шығарыңыз. Қорықпай армандаңыз. Бәлкім, менің жеткен жетістігім басқа жанға жетістік болмауы мүмкін. Сонда да айтайын, мен психология арқылы нені түсіндім? Менің бүкіл өмірім халықтың көз алдында келе жатқан адамын ғой. Мен бұл айтыстан кетсем қалай күн көремін? Маған бүкіл бақыт берекенің барлық айтыс арқылы келеді деп қана ойладым. Айтыстан кетсем елдің көз алдынан да кетем деп ойлағанмын. Көзден кетсем көңілден де кетемін деп. Ал психология арқылы танымалдылығым артпаса кем болмады. Яғни бақ пен берекен беретін айтысты еместігін, Алла екендігін түсіндім ғой. Нәтижесінде Алла тағала адамға берген несібенің қайда барса да бұйыратындығын мен қазір дәлелдеп жатырмын деп ойлаймын. Одан кейін психология арқылы кезінде таудай көрінген проблемаларым қазір түймеде екенін түсіндім. Маған кезінде таудай биік шыға алмайтынын, биіктерім менің миымда ғана екендігін түсіндім. Менің мінезімдегі өзгерісті оқырмандарым да байқап жатқан болар. Бұрын мәселен мен ақын шындықты айту керек деген позициямен келдім.
ешкімнің көңіліне қарамау керек деп ойладым. Ол солай да. Ал адам көңілін қалдыру мешітті қиратқанмен тең болар. Меніңше, адамның көңілін қалдыру деген сөз ол жаңағыдай тас қорғанды бұзудан да қиын екен. Ал көңіл қалдыру деген қазір бізге шыбын шаққанда әсер етпейді. Қанша адамның көңілін қалдырдық, бірақ жүре береміз. Жолымызды байлап жатқан сонда өзіміз. Ешкіммен алысып, ешкіммен жарысып та керек емес. Ешкімді жек көріп, ешкімге өкпелеудің де қажеті керек емес. Маған тиісе береді десеңіз, сіз өзіңіздің жан дүниеңізде тыныштық болмаған соң сізге тиісе береді. Ішкі жан дүниеңізде өзіңізге көңіл толмаушылық, самооценка, өз-өзіңізді бағалауыңыз төмен болған кезде сізді кемсітетіндер де көп болады. Ал айтыңызшы, сіз өзіңізді өзіңіз бағалай отырғанда неге біреуге ренжісіз, кемсітеді деп? Сіз маған енем неге көйлек сый әкелмейді деп ренжісіз, бірақ негізінде сіз өзіңізге қимай жатасыз сол нәрсені. Олар сіздің тапсырысыңызды орындап жатыр. Балам айтқанымды тыңдамайды дейсіз, өйткені сіз өзіңізді тыңдап білмейсіз. Тыңдап біле алатын адамдарды қалай білеміз? Тыңдап білетін адамдар жай сөйлейді, жай сөйлеп тыңдатқысы алады. Өйткені олар тыңдауды біледі және тыңдата алады. Ал өзін тыңдата алмайтын адамдар айқайлап сөйлейді. Сондықтан оны ешкім естімейді. Өйткені айқай, ұрыс, өкпе, реніш адамның жолын байлайды. Ал енді қызғаныш адам жолындағы сәттілікті жояды. Реніш денсаулықты жояды. Өкініш болашаққа деген қадамды жояды. Тағы да айтайын, адамға мейірім мен махаббат сыйлау арқылы ешқандай ұрыс керіс талассыз-ақ өте биікке көтерілуге болатынын ойыммен түсіндім. Жалпы психология саласындағы қыздардың әрқайсының еңбегі бар. Ешқандай психолог ажырасуға, ұрсысуға, адамдарды жек көруге, бетбақтыға тәрбиелемейді. Бүкіл психологияның түбі мәдениеттілікке, ғафулыққа, махаббатқа алып келеді. Ислами психологияның ұтатын жері сол. Бірінші, Аллаға деген махаббат, Аллаға деген сенімді арттыру. Адам қай кезде қорқады? Алладан бетін теріс бұрғанда қорқады. Жалғыз қалдым дегенде қорқады. Адам қылмысты не үшін жасайды? Ешкім көріп тұрған жоқ деп жасайды. Мұсылман адам олай істемейді. Өйткені ол қашанда Алланың жанында екенін біліп, ештеңеден қорықпайды. Алланың көмектесетінін біліп, ешқандай қиындықты уайымдамайды. Осы орайда тағы бір мәселе. Аффирмацияны көп адамдар дұрыс емес деп те жатады. Бірақ мысалы жағдайы қиналып ауырып тұрған адамнан жағдайын сұрағанда не айтады? Жағдайым жаман демейді, Аллаға шүкір дейді. Сонда неге Алла шүкір дейді? Өтірік қой, ол өлейін деп жатыр ғой демейсіз ғой. Яғни бұл шүкіршілік ету. Сосын ол өзін баймын деп айтады, ол өтірік. Алланы алдау ғой дейді кейбір кісілер. Ал сонда сіз бай емессіз бе? Сіздің басыңыздың амандығыңыздың өзі, деніңіздің сау болғанның өзі байлық емес пе? Сіздің неге үйіңіз жоқ? Сіз неге тірлік бастамайсыз десе, оған ақша қайда дейміз. Маған оны кім береді дейміз. Баспана алу адамның қолынан келеді. Ақша табу адамның қолынан келеді. Мәселен, дәмі тіл үйіретін кепкен өрікті өсірген адам бар ма? Адам. Бәрі адамның қолынан келеді. Адам жасай алмайтын дүниелер бар. Яғни адам теңізді жасай алмайды, жұлдыздарды жымыңдата алмайды, қарды жауғызып отыра алмайды. Ендеше сол ұлы нығметтерді беретін кім? Бір Алла. 18 мың ғаламға ауаны жеткізіп, жаңбырды жауғызып, жұлдыздарды жымыңдатып қойды. Біздің әр жеген тағамымыз, ішкен суымыз байлық емес пе? Байлық. Ең үлкен байлық. Ендеше сізде байыта салу Алла тағалаға қатты үлкен шаруа емес. Қалай ойлайсыздар? Маған берілген денсаулық сіздерде де бар. Маған берілген 24 сағат сіздерге де берілді. Бір дейміз. Неге маған Алла тағала берді, сізге бермеді? Бір құрбым неге сіңілісін бәрін береді дейді, екіншісіне бермейді. Сұрасам, мен үнемі сыйлық жасап жүремін, сіңілім ерекше қуанады. Ал мен оны қуанта бергім келеді дейді. Яғни шүкіршілігі жақсы деген сөз. Бізге берген байлыққа, нығметке
Алла тағалам рахмет демейінше бұдан үлкен байлықтарға жете алмаймыз. Біз шын қуанған кезде Алла тағала мә саған деп бере береді. Сондықтан мен шүкір деп отырамын. Жақында мен қолымның бір саусағының шетін жарақаттап алдым. Сол кішкене байланған жарақатыма ғана мүгедектік күй кештім. Бір саусағымды кесу арқылы мен 10 саусағымның қадірін білдім. Мынадай байлықты маған беріп қойғаныңа шүкіршілік еттім. Алған қарызға да, несиеге де алғыс айтыңыз. Қарызды алып ақшаны өртеп жіберген жоқсыз ғой. Аллам рахмет, осы адамды қарыз берді ғой, рахмет деңіз. Кредит басыма бәле болды емес, кредитімді алдым да қажеттілігімді өтедім. Алла тағалам рахмет деңіз. Осы тұрып жатқан баспанаңызға рахмет айтпай, басқа баспана бұйырмайды. Рахмет айтуды білмесеңіз, өзіңізге келетін баспанаңыздың жолын жауып тұрсыз. Яғни түп санаңыз түсінбейді, баспана үйді жақтырмай тұр екен деп ойлайды. Алғыс айтамыз, негативті жолатпаймыз. Біреу бір шелек қоқыспен келе жатады, мен алмаймын дейсіз. Болды, ал біз алып қоқысты ұстап алып отырамыз. Алла тағала күн сайынғы әр әулеттің несібесін беріп қойған. Егер әйел төркініне кете беретін болса, жиі баратын болса, еркек өспейді. Өйткені отбасына келетін байлықтың потогы бар ғой, әке-шешесінің үйіне барады. Мына отбасына келетін байлық басқа отбасыға да кетеді. Утечка кетеді. Еркектер жүріс жасағанда энергиясы басқаға кетеді. Күш қуат пен несібе де ағып отырады. Кейде жаныңыз қиналып, жүрегіңіз ауырып тұрғанда, мен жаман болып тұрмын, Аллам қиналып тұрмын демей, Аллаға шүкір, бәрі жақсы, шүкір дейсіз. Бірақ негізі осы айтқаныңыздай жақсы емес. Сіздің жан дүниеңіз ауырып тұр. Бұл не деген сөз? Шүкіршілікке келу, жақсыға үміттену керек. Біз өз-өзімізді сендіру арқылы түп санамызды өзгерте аламыз. Қалаған нәрсемізге қол жеткізе аламыз. Сіз айдың нұры нәтижелері деген парақшаға тіркелдіңіздер ме? Нағыз аффирмацияның құдіретінің нәтижелері тұр онда. Оқыңыз, көріңіз. Алла тағала бізге не үшін сөйлейтін ауыз беріп қойды? Неге итке, мысыққа сөйлеу қабілетін бермеді? Ауызбен сөйлеуді тек өсек айту үшін ғана берген жоқ. Жақсы сөйлеңдер деп берді. Неге екенін қайдам, біз бір нәрсені себепкер қылғанды жақсы көреміз де тұрамыз. Өзіміз қателік жасасақ, басқа біреуді кінәлағанды жақсы көреміз. Мен әкем тастап кеткендіктен осындай болдым. Шешем дұрыс тәрбие бермегеннен осындай адам болдым. Не болмаса менің ағаларым мен еркелетпегендіктен осындай суық болып қалдым. Біреуді кінәлап себепкер қыламыз. Бірақ менің өзімнің арқам, маған аффирмацияны Айнұр Тұрсынбаева айтып жатқан жоқ, мен өзім айтып жатырмын деп айта алмайды да. Яғни сізді ұстап отыратын, артық кетіп бара жатсаңыз, тоқта деп отыратын адам керек. Қарапайым ғана дүниелердің үлкен мүмкіндіктерге жол ашатынын да ұмытпаңыз. Ең жақсы мінезімді жақынымызға емес, айдаладағы біреуге көрсетіп, ең жылы сөзімізді отбасымызға емес, кім көрінгенге арнап ең тәтті тамақты өз баламызға емес, қонақ жесін деп тығып, ең әдемі көйлегімізді жан жарымызға емес, жұртқа көрсету үшін киіп, ең әдемі ыдысымызды ұстауға қорқып, жыртық клеенканы төсеп, тізесі шығып кеткен триконы киіп алып, шеті сынған кесеме шәй ішіп, қашанғы жүре бересіз. Әр жұма сайын әдемі дастарханды төсеп, әдемі ыдыстарды шығарып, әдемі көйлектеріңізді киіп, тығып тастаған тәттілермен шәй ішуді әдетке айналдырыңыз. Кейін балаларыңыз өскенде сол сәттерді сағынып есте тұтатын болады. Ал сіздің отбасылық қандай дәстүріңіз бар? Бір ұсыныс айтайын тағы. Тым болмаса аптасына бір рет отбасыңызбен телефонсыз 1 сағат сырласу сағатын өткізіңіз. Түп сананы тазалаған кезде бай болудың формуласын, бақытты болу бағдарламасын өзің саласың. Ең оңай нәрсе байлықты шақыру. Неге байлық келмейді? Өйткені адамдардың өзі дайын болмайды. Мәселен, ақша сабағына қатысқандардан қанша керек деп сұрасаң, $10,000 керек дейді. Бірақ оны қайда жұмсау керектігін білмейді. Нақтылық жоқ жерге ақша келмейді.
кез келген программаны енгізуге болады. Шүкір етсең арттырамын дейді ғой. Алла бізге суға дейін қажет нәрсені беріп қойған. Өзен көлдің бәрі ағып тұр. Таңның атысы, күннің батысы біз үшін жағдай жасалып тұр. Осындай нәрселерге шүкіршілік айтпай, біз оны ұсақ түйек деп тұрмыз. Ұлы нәрселерді менсінбей тұрмыз.